910 салық есептелген нысаны декларациясын онлайн банк мобильді қосымшасында қалай толтыруға және жіберуге болады? Басты мәзірден салықтар бөлімін таңдаңыз. Құру батырмасын басыңыз. Нұсқаулықпен танысыңыз. Бастау батырмасын басыңыз. Толтыру үшін декларация түрін МКБ-ны таңдаңыз. Әрі қарай батырмасын басыңыз. Толтырылған МКБ-ны тексеріңіз. Иә, сенімдімін, жалғастыру батырмасын басыңыз. Табыс сомасын көрсетіңіз. Онлайн банкте, басқа банктерде, қолма-қол ақшамен, әрі қарай батырмасын басыңыз. Төленген салықтарды есептеу үшін ЖК-ның жалақысын көрсетіңіз. Әрі қарай батырмасын басыңыз. Қызметкердің деректерін өңдеу үшін қарындаш белгішесін басыңыз. Жаңа қызметкерді қосу үшін жаңа қызметкерді қосу бөлімін таңдаңыз. Мыналарды көрсетіңіз. Қызметкердің ЖСН-і және аты жөнін. Шарт түрін, есептеу әдісін, стандартты немесе бірыңғай төлем. Қызметкердің ай сайынғы жалақысын. Қызметкерлерді таңдаңыз, содан кейін әрі қарай батырмасын басыңыз. Декларациядағы барлық деректерді тексеріңіз. Өзгертулер енгізу қажет болса, өзгерту батырмасын басыңыз. Қол қою батырмасын басыңыз. Иә, сенімдімін, қол қою батырмасын басыңыз. Дайын. Салық декларациясы мемлекеттік кірістер комитетіне жіберілді. Тарихқа өту батырмасын басыңыз. Декларация батырмасын басыңыз. Есеп PDF форматында қолжетімді болады. Расталуын және таратылды күйін күтіңіз. Хабарлама батырмасын басыңыз. Сізге хабарлама PDF форматында қолжетімді болады. Таратылды күйінен кейін салықтарды төлеуге болады. Салықтарды төлеу батырмасын басыңыз.